Дубай. Дубайға барғың келе ма? О май гад! Вау! Сен ауырса? Және мен асынам көп. Қолында 1000 теңге тұр. Ол кісінің суретін осы болды. 1 жыл бойы жинаған ақшасы. Құтты болсын. Карим and Айнұр family. Сәлем достар. Достар, бүгін бізде өте ерекше форматтағы видео. Біз себебі Әбдікәрім мен Айнамкөздің бір үлкен бір құпиясын ашамыз. Себебі біз Әбдікәрім мен Айнамкөздің ұзақ жыл, 1 жыл бойы жинаған копилканы не істейміз балалар? Сындырамыз ба не? Мәссаған. Сен ауырса көрінеш балалар. Қане, абайланды. Ауыр ма? Ішіне көп ақша салдыңдар ма? Міне қараңыз достар, әр салған сайын мына жері сынып, біз өткенде жіткі кілемен жапсырып қойдық, Әбдікәрім мен Айнамкөздің копилкасына шағын ғана обзор түсіреміз, Бұл қандай копилка? Бұл жануар ма? Космонавт? Бұл не істейді космонавт? Бұл ақша сағат. Ақша сағат космонавт, бұл ғарышкер, Ол қайда ұшады? Планета аспанға ұшады, Кел. Жанжа аянада ат копилка бар. Оларда ат копилка бар ма? Санжыр аянада. Сынып тұр екен, Енді сындырамыз балалар? Дайынсыңдар ма? Айнамкөзге бұл не ол? Кілт береміз. Кілтпен сындырады. Балға. Әбдікәрімге балға береміз. Дайынсыңдар ма точно? О май гад! Тоқта, санаймыз онда. 1, 2, 3. Давай, баста Айнамкөз. Қане, қаттыра қыр. Енді Айнамкөз, Әбдікәрім сендер балғамен. Жәймен, асықпа. Аха. Давай, Айнамкөз сындыр сенде. Қане, сындыр. Мәссаған. Деген тол ақша кен, Мәссаған. Давай, оқты Айнамкөз. Бәрін шашында. Ішінде бар ма тағы? Достар, қараңыздар. Не деген көп ақша? Не бар ішінде? 1000 теңге бар екен. Ішінде қараңыздар, тым қалмады. Айнамкөз, Әбдікәрім не істедіңдер? Копилканы сындырдыңдар ма? Енді не істейміз? Ақшаны? Не ол? Ақша? Қанша теңге бұл? 11 теңге? Но это не точно. 1000 теңге де. Ал енді балалар, көп ақша, енді нәжеде қанша ақша бар екен білмейміз. Давайте онда санайық, Әбдікәрім, сені 100 теңгелер жинаймыз. Айнамкөзге тапсырма берейін. Сен анда 50 теңгелер жинай, 5-0. Ал мен 20 теңгелік, 200 теңгеліктер жинаймын, Все, онда достар, бізді асықпай көре беріңіздер, біз чекті жинап тастайық, санап тастайық. Сана, көп санайық. Айнамкөз, сен 50 жина, мынандай. Оха. Айнамкөз, сен жасың нешеде? 3-те. Сенің Әбдікәрім нешеге толдың? 6-ға толдың, Осы кеше ғана 6-ға толды. Сенде көп ақша жинапсыңдар, 100 теңгелікті жинап жатсың ба? Ой, жарайсың. Мұнда көп өлілу бар кен. Көп үйлеулер ма? Ойлар ма? Менде, енді мен сұр. Сенікі міне, Айнам, сенікі міне. Міне сенікі міне. Мұнда 100 тапла шумаға. 100 теңге ма? Міне Әбдікәрім көмектесейін. Міне, 1-2 бар екен. Әбдікәрім? Рахмет. Нақтан 200. Ой, бұл. Не болды? Не болды, Айнам? Айнам, мен ақшаны неге шашып атсың? Саған 50 де бердім сені, 50 де жина. Сен мені көді алазатсың. Бұл бәрі сендердікі. Мен алмайым сендердің ақшаларыңды, өздеріңе берем. Сенде жинап беріп көмектесіп жатырмын. Неге ашуланасың, Күнді ақша санап жүргенде неге ашуланасың? Әлі бухгалтер жұмыс жасайсың ба? Айнам? Жерін шүртейіп алыпты. Маған аз қалды. Той бұл. Сіздерге санап жатырмыз, аз қалды. Егер осы точно суманы кім білет, комментарий жазып кетіңіздер, сонымен салыстырып көретін боламыз видео соңында. Кеттік ал. Комментарий жазай беріңіздер. Біз Әбдікәрім, Айнамкөз үшеуміз дос болып командаға бөліндік те, ақшаларын барлығын рететін жинап қойдық, Барлығын 10-дық қылып жинап қойдық. 100 теңгеліктер бар, 200 теңгелік, 10 теңгелік, 5 теңгелік, 50 теңге, 20 теңгелік, Әбдікәрім мен Айнамкөздің 1 жыл бойы жинаған ақшасы қанша екен деп ойлайсыздар?
Ал сонымен айтамыз ба? Так, 1, 2, 3. 13.520 теңге. Құтты болсын. Алғашқы капиталдары. Алиса дейсің ба? Иә. Бүйтек Абдыкарим, Айнамкөз. 13.520 теңгеге көп зат алуға болады. Смолға бар, тәттілер алуға болады, болмаса ойыншық алуға болады, болмаса бір аквапаркке, болмаса бір жер ойнап келуге болады. Оның орнына біз не алсақ болады екен, Абдыкарим? Айта ғой. Навигация. Мінеки табылған ақыл. Абдыкарим біледі, е? Не аламыз еді қаттырақ айтшы көрермендерімізге? Навигация. Акция. Акция. Осы көрдіңіздер ме? Олар жас сайыннан 6 жас, 3 жас болса да 1000 теңге деп тұр ғой. Әрбір тиын ақша, үлкен миллиард ақша, бір тиыннан құралады. 5 теңге, 1 теңгеден құралады барлығы. Қаржылық жолында үлкен бір сабақ болсын деп осында арнайы видео түсіріп жатырмыз. Осы ақшаны енді біз Еркебұлан мырзаның сабағын оқыған болатын. Қазір ол кісінің суретін осы жерге шығаратын болам. Сол кісінің сабағында үйренгендей алдымен Қолында 1000 теңге тұр, жай жерге салу керек, соны көрсетем. Облигацияны сатып алғаннан кейін бұл маған жылына 22% береді, яғни 2200 теңге береді. Абдыкарим, менің телефоным қандай телефон бұл? Samsung па? Бұл қандай телефон? Бұл Apple. Apple, iPhone, iPhone-да қандай жемістің суреті бар? Не бар? Қарбыз ба? Алма, Қара, кішкентай ақшаға осы iPhone-ның бір бөлшегін сатып аламыз. Сен айтасың, мен iPhone-ның бір акционерімін деп айтасың, Тәттілер аламыз ба, әлде акция сатып аламыз ба? Акция сатып алса, біздің ақшамыз өте үлкен болады, капиталымыз, бізге нәтиже андай болады. Доллар, көп долларлар болсын ба, әлде кішкентай тиын болсын ба? Көп доллар болсын, яқты? $100 Сосын не істейміз? Доллар бәрі қайда қыдырамыз, қайда барамыз? Дубайға барғым келе ма? Алла қаласа, осылай көбейтіп ақшаны Дубайға барамыз. Тағы қандай елге барғым келеді? Парижге? Париж ол қала, Қай елдің қаласы, астанасы? Францияға барғым келе ма? Ай, молодец. Япония барамыз. Үшейді новый поезд болады. Оны телевизорда көрдім. Японияда новый күшті пойыздар бар ма? Скоростьны қатты жүретін пойыздар. Сондағы барғым келе ма? Ақшалар бірінші не істейміз? Телефонға қандай приложение саламыз? Каспий. Бірінші Каспийге саламыз, одан кейін жаңағы Freedom Broker деген брокерге аударамыз. Сол ақшамызды облигацияға ауыстырып аламыз, Кеттік па? Неке достар, біз әр тиындарды осы пакетке салып, қазір енді ауыстырып келетін боламыз. Касия KZ деген порталға кірдік. Онда әртүрлі компаниялардың бағалы қағаздары көрсетілген, облигациялары. Біздің өзіміздің принцип бойынша компания таңдаймыз. B-Group деген компанияны барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Құрылыс саласында монополист компаниясы. B-Group компаниясына қарызға ақша беретін боламыз. Ал олар осы біздің 13 теңгеге әдемі ЖК-лар, мектептер салатын болады. И бізге жыл сайын бізге дивиденд беріп отырады. 19,5%-бен. Freedom Broker'ге кірдік. B-Group'тың кодын тердік. Енді осы B-Group'тың бізге Абдыкарим Айнамкөздің 13.000 теңгеге алатын боламыз. Яғни 13 облигация алатын боламыз. Онда бізге керек облигация санын жазамыз. Бізге керек 13, бірақ бізге 12-ге тапсырыс беріп тұр екен. Максимально 12-ні ала аламыз. Дәл қазір выставить счет, отправить код. И соңында ананы купить дейміз. Мінекей біз сатып алдық. Оста бізге лайк басыңдар. Көп комментарий жазыңдар. Сау бол! Әгіға!